Muhammed пайғамбардың бірінші қапқа көтерілуі. Muhammed пайғамбар бұл көкке көтерілгені сол еді. Жанынан бірнеше пырағаттарды жетектеп, қолдарына тон жамылғы алып, кетіп бара жатқан періштелерді көрді. Бұл пайғамбардың жанарын еріксіз бұрды. Ол: "Әй Жебірейіл, бұлар қайда бара жатыр?" деп сұрады. Жебірейіл: "Алланың сүйікті достары келеді, соларды қарсы алуға бара жатыр" деді. Пайғамбар қақпа жанында қызығып қарап тұрды. Періштелер бір топ адамды күтіп алып, оларға жібектен тон кигізді, пырақ ат мінгізді. Барынша құрмет көрсетіп жатты. Пайғамбар Жебірейілге: "Бұл сыйлы адамдар кімдер?" деді. "Бұлар дүниеде ата-анасын сыйлаған, солардың батасын алғандар. Кім ата-анасын құрметтесе, Алла оларға да осылай сый көрсетеді" деді. Пайғамбар олар үшін қатты қуанды. Ата-анасын сыйлағанға мен де ізет көрсетемін деп олармен сәлемдесті. Олар да пайғамбармен мейірлене көрісті. Бірінші қат көктің өне бойы қызыл жақұтпен безендірілген, етегі қызыл алтынмен әшекейленді. Оның бір ұшы көк тіресе, екінші ұшы жердің шыңырау түбіне жетеді. Мүбарак оның ортасынан бір дарияны көрді. Дарияның тереңдігінің өзі 200 жылдық жол екен. Суы көгілдір реңге боялып, көркімен көз тартады. Жердегі аспанның түсі осы дарияның әсерінен көк түске боялып тұр екен. Жер жүзіндегі барлық асыл нұр осы дарияға жиналыпты. Пайғамбар дарияның жағасына келіп, оның сұлулығына тамсанып қарап қалды. Жебірейіл: "Бұл рахым дариясы. Кім дарияға шомылса, оған 8 жәннаттың есігі түгел ашылады" деді. Мұхаммед пайғамбар дарияға қолын малып жуды да, алақанын жайып: "Я Алла, үмбетім рахым дариясына шомылсын" деп дұға жасады. Жебірейіл: "Үмбетің ғұсылсыз жер баспаса, міндетті түрде рахым дариясына шомылады" деді. Осыдан бастап үмбетіне ғұсыл дәретімен жүруді міндеттеген екен. Пайғамбар дариядан өткен соң үлкен бір қазынаны көрді. Ол алыстан жарқырап айналасына шоғла шашып тұрды. "Бұл не?" деді пайғамбар. Жебірейіл: "Бұл су иесі Сүлеймен патшаның қазынасы" деді. Қазынаға қараса, оның әр сарайына 70 мың құлып салыныпты. Әр құлыпты 70 мың періште күзетіп тұр. Қазынаның ұшы қиыры көрінбейді. Жебірейіл: "Ей Алланың досы, сенің құрметіңе қазынаның барлық есігі ашылды. Қарап көр" деді. Сарайдың ішіне үңіліп өт, онда ақыл парасат, әдеп, көркем мінез құлық, кешірім, мейірім шапағат қана бар екен. Пайғамбар: "Сүлейменнің қазынасы деген алтын күміс деп ойлаушы едім, бұл қалай болған?" деді. Жебірейіл: "Рас айтасың. Оның қазынасы қисапсыз алтын, күміс, дүр гауһарға толы болды. Сүлеймен дүниеден өткен соң, оның қазынасын ұлық Алла бергі дүниеге алдырды. Бірақ алтын, күміс бұл жақта бағалы зат емес. Хақ тағала барлық асыл тасты өзінің құдіретімен, даналық пен хикметке айналдырды. Егер Сүлейменнің қазынасы тас күйінде қалғанда, жердегі адамзат пен жын пері оларға таласып, соңы жоқ соғыстан көз ашпас еді. Сүлейменнің қазынасынан түсіп қалған азын-аулақ алтын күмістің өзі талай соғысқа себепші болады. Жалған дүниеде даналыққа көп адам құштар болмайды, сондықтан олар осында сақтаулы" деді. "Сонда қалай, даналық хикметі ешкімге бұйырмай осында жата бере ме?" деді пайғамбар. "Жоқ әрине, жер бетінде даналық іздеген адамның ақысы желінбейді. Оған жауапты періштелер жердегі пенденің жүрегін бақылап отырады. Егер бір пенденің жүрегі дүниеге құштарлықтан ада болса, соның кеудесіне даналықтың дәнін егеді. Оның хикмет кеудесі рухани қазынамен байыған үстіне байып отырады" деді. Пайғамбар: "Я Тәңірім, үмбетім даналықты қаласа, кеудесін Сүлейменнің қазынасымен толтырғайсың" деп дұға тіледі. Ел аузында кеудесі ақыл парасатқа толы адамды
Сүлейменнің қазынасына жолыққан екен деп айтып жататыны осыдан қалған екен десті. Пайғамбар одан өтіп аспандай берді. Орта жолда бір қара тасты көрді. Тастан бір өгіз атып шықты. Ол шыққан бойда кері айналып, қара тасқа қайта кірмекші болды. Бірақ кіре алмады. Мүйізі тасқа соғылғанда одан шарт етіп алапат от шықты. Өгіз одан сайын өршеленіп тасты сүзгілей берді. Болмаған соң өгіз өкіре түсті. Оның даусынан күн күркіреп, зілзала басталды. Аспан асты мұң шер, қайғы басқандай қорқынышты күйге енді. Пайғамбар шошып кетіп, бұл не өгіз деп сұрады. Жебірейіл: қара тас адамның мысалы, көк өгіз олардың сөйлеген сөзі. Пенде өтірік айтып, өсек таратса, жүйесіз сөз осы көк өгіз сияқты иесін қайта айналып сүзеді. Керек десең, бір сөздің кесірінен соғыс оты тұтанады. Зілзала соны меңзеді. Қандай сөз сөйлесең де, бәрінің есебі бар. Дүниеде, ақиретте адамды шерменде қылады деді. Пайғамбар: менің үмбеттерім ғайбат айтып, ақиретте өкірген өгіздің кейпін кимесін деп күбірлеп бетін сипады.